тең бүйірлі үшбұрыштың табаны түбірі 32-ге тең. Бүйір қабырғасының медианасы 5-ке тең. Бүйір қабырғасының ұзындығын табу керек. Жақсы, сурет салып алайық алдымен. Түсінікті болу үшін тең бүйірлі үшбұрышты біздер салдық. А, Б, С. БЦ АБ-ға тең болады. Табаны түбірасы 32-ге тең. АС түбірасы 32-ге тең бізде. Бүйір қабырғасының медианасы. Енді А төбесінен біздер медиана жүргізейік қазір. Медиана төбеден шығып, қарсы жатқан қабырғаны қақ бөледі. К деп қойық. Онда міне БК мен КЦ тең деген сөз. Жақсы, енді бізге осы бүйір қабырғасының ұзындығын табу керек. АБ тең БЦ тең сұрақ деп қойық. Осы қабырғасын табуымыз керек. Мынау АК бізде 5-ке тең. Енді бұл жерде біздер қазір мына қабырғаны X деп алайық. БЦ қабырғасы да бізде X болады. Енді бұл жерде медиананың формуласын білуіміз керек. Нақты осы жерде біздер оны былай қолданамыз қазір. Осы АК медианасы АК квадрат тең болады қатынас. Екі қабырғасына мынау А төбесінен шыққандықтан біздер АБ қабырғасын 2 еселенген АБ қабырғасының квадраты қосылған 2 еселенген АС қабырғасының квадраты болады. Назар аударыңыздар. Және азайтылған мынау BC қабырғасына түсіп тұрғандықтан азайтамыз BC квадрат бөлінген 4 болады. Міне осындай формула бар. Медиананы есептеу формуласы осылай болады. Қабырғалары арқылы осылай табылады. Енді бұл жерде біздер қазір теңдеу құрастырамыз. АК-ның өзі біздер міне 5-ке тең. Квадраты орын-орнына қойып шығамыз. Еселенген АБ-ны біздер X дедік. X квадрат деп жазамыз. Қосылған АС бізде ол орын-орнына қойып жатырмыз. Әрқайсысына АБ-ны қойдық, АС-ны қойдық. Қазір БЦ-ны қоямыз. АС ол 32 турасында квадраттаймыз. Және азайтылған BC квадрат дейді. BC ол бізде X. X квадраты яғни бөлінген 4 болады. Енді осы теңдеуді шығаруымыз керек біздер. 5-дің квадраты 25 болады. Тең болады. 2x квадраттан x квадратты азайтамыз. Ол болады x квадраттың өзі. Қосылған 2 көбейтілген түбірасты 32-ның квадраты болады. Жай 32. Және бөлінген 4. Енді бұл жерде біздер екі жағында бірден 4-ке көбейте салайық. 4-тен құтылу үшін 4 25-ке көбейтеміз. Ол болады 100. Тең болады x квадрат қосылған 2-ні 32-ке көбейтсек, ол болады 64. Бұл жерден енді оп-оңай ғана x квадрат тең болады 36 деп x-ті тауып аламыз. X тең болады, мен мына жерге жазып қояйын 6. Болды. АБ-ны біздер x деп алып едік, міне x деп. Оны 6-ға тең екен таптық. Сонда бүйір қабырғасы ол 6-ға тең. Жауаптарын қарайық. F деген жауап. 36 түбірасында ол 6-ға тең. Және А жауабы бар. Ол 6-ға тең. Және G жауабы бар екен. 2 көбейтілген түбірас 9. Түбірас 9 ол 3. 2-ні көбейтсек 6 болады. Сонда 3 жауап бар. А, F, G.